Армысыздар, құрметті оқушылар. Бүгін біз 10 сынып Қазақстан тарих пәні бойынша 4-ші тоқсанға арналған 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларын талдап орындайтын боламыз. Бағалау спецификациясы бойынша 90 бойынша жиынтық бағалаудың әртүрлі тапсырмалар, көп жауап таңдауы бар сұрақтар, қысқа толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады. Берілген нұсқа қысқа толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 5 тапсырмадан тұрады. Жиынтық бағалау тапсырмалар сипаттамасы: бөлім мәдениеттің дамуы, және оқу мақсат бізде 4 оқу мақсат берілген. Тапсырма саны 5, орындауға берілетін уақыт 45 минут, балл саны жалпы жинайтын 25 балл саны. Бөлім бойынша жалпы балл саны 25. Бірінші тапсырмада берілген терминнің анықтамасын жазамыз, соның негізінде қазақ халқының дүниетаным ерекшелігін анықтайтын боламыз. Екінші тапсырмада суреттерді қолданып, қазақ даласында орналасқан тарихи ескерткіштердің рухани өмірдегі маңызын анықтайтын боламыз. Үшінші тапсырмада кеңестік билік жүйесінің қазақ мәдениетіне әсерін талдап, ой түйін жазамыз. Төртінші тапсырмада ЮНЕСКО-ның негізгі қызметін сипаттап, Қазақстан Республикасы мәдениетіне ықпалын атап көрсетеміз. Бесінші тапсырмада әлемдік кеңістікке кірудің қазақстандық мәдениетке әсерін төмендегі салалар бойынша түсіндіреміз. Құрметті оқушылар, онда талдау жұмыстарын жүргізейік. Бірінші тапсырма бойынша берілген терминдердің анықтамасын жазамыз, соның негізінде қазақ халқының дүниетаным ерекшелігін анықтайтын боламыз. Әдеп ғұрып сипаттамасы: белгілі бір қоғамдық әлеуметтік ортада пайда болып, оның мүшелерінің мінез-құлқының, тұрмыс-тіршілігінің бұлжымас қағидаларына айналған жөн-жосық, жол-жорығы, салт-дәстүр әр халықтың мінез-құлқына, ой-өрісіне, ұлтқа тән қасиеттерін танытады. Рәсім символдық мән-мағынадағы әлдеқандай оқиғаларды немесе күндерді мерекелеуге арналған әрекеттердің дәйектілігі. Діл ойлаудың үлгісі, этностың, әлеуметтік топтың, индивидтің жалпы рухани мінез-құлқы. Қазақ халқының дүниетаным ерекшелігі түбі терең қазақ ұлтының тұрмыс салты, туыстық қатынастары, басқару жүйесі ежелгі дәуірден бүгінгі күнге салт-дәстүр, әдеп-ғұрып болып жетіп отыр. Екінші тапсырма бойынша суреттерді қолданып, қазақ даласында орналасқан тарихи ескерткіштердің рухани өмірдегі маңызын тақырыбын ой білдіретін боламыз. Қазақ даласының қай аймағы болмасын, тарихи орындарға өте бай. Ерте кездегі қазақ халқының рухани және материалдық мәдениетінен мол ақпарат береді. Оның ішінде орта ғасырларда қазақ даласында өмір сүрген халықтардың діні, салт-дәстүрі мен әдеп-ғұрпы туралы жан-жақты ақпарат береді. Алдында суретте бейнеленіп тұрған Түркістан аймағы, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Келесі суретте бейнеленіп тұрған Маңғыстау өңіріндегі Бекет Ата жерасты мешіті, Тараз өңірінің Айша бибі кесенесі, Ұлытау өңіріндегі Алашахан кесенесі. Берілген архитектуралық ескерткіштердің салыну тарихы мен оның ішіндегі әртүрлі жазбалар, табылған жәдігерлер сол қоғамдағы болған оқиғалардың жан-жақты ақпарат береді. Қожа Ахмет Яссауи ислам дінінің бір бағыты сопылық ілімді таратушы, диауи хикмет еңбегінің авторы. Бүгінгі жылдам қарқынмен дамыған қоғамда ұлттық бірегейлікті сақтаудың маңызы зор. Еліміздің аумағындағы киелі мекендері ұлт жадында сақтап, өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды сақтаудың және оны насихаттаудың жаһандану қоғамдағы орны қашанда ерекше болмақ. Үшінші тапсырма бойынша кеңестік билік жүйесінің қазақ мәдениетіне әсер ететінін талдап, ой түйін жазатын боламыз. Кеңестік дәуірінің мәдени салаға жағымды әсері: білім беру жүйесінің қолға алынуы. Мысалы, 1946 жылы Қазақ КСР ғылым академиясының ашылуы және 1984 жылы 6 жастан бастап білім беру реформасы. Мәдениеттің әр саласының дамуы. Мысалы, 1938 жылы қазақтың тұңғыш дыбысты Амангелді фильмі түсірілуі. Кеңестік дәуірінің мәдени салаға жағымсыз әсері: ұлттық мерекелерді атап өтуге тыйым салынуы. Мысалы, кеңес үкіметінің кезінде қазақ халқына ұлттық және діни мерекелерді атап өтуге тыйым салынды. Бұл өз кезегінде ұлттың рухани өміріне үлкен кері әсерін тигізді. Қазақтың зиялы қауымының қуғындалуы. Кеңес билігі қазақ халқының тарихын зерттеуге мүлдем тыйым салды. Қазақ халқының рухын асқақтап, тарихынан хабар беретін еңбектерді жарыққа шығаруға тыйым салды. Ой түйін: кеңес үкіметі жүргізген кез келген саясат қазақ халқын ұлтын айналып өтпей, үнемі рухани өміріне үлкен соққы әкеліп отырды. Мысалы, 1929-1932 жылдардағы ашаршылық 2,1 миллион адамның өмірін жалмаса, 1,2 миллион адам жан сауғалап өзге мемлекет территориясына пана іздеуге мәжбүрледі. Кеңес үкіметі қазақ халқының білім және ғылым саласына өлшеусіз үлес қосты. Сол кезде алдыңғы қатарлы дамыған Еуропаның білім мен ғылым саласындағы жетістіктері қазақ жеріне енгізіле бастады. Мысалы, 1961 жылы ғарышқа сапар шеккен алғашқы адам қазақ жерінен Байқоңырдан ұшқанын білеміз. Төртінші тапсырма бойынша ЮНЕСКО-ның негізгі қызметін сипаттап, Қазақстан Республикасының мәдениетіне ықпалын атап көрсетеміз. Ұйымның негізгі қызметі ұйым білім, ғылым және мәдениет саласында халықтардың ынтымақтастығын, нәсіл, жыныс, тіл және дін айырмашылықтарын есепке алмай кеңейту болып табылады. ЮНЕСКО-ның көлемінде аталып өткен мерейтойлар: Абай Құнанбаевтың 150 жылдығы,
Тараз қаласын 2000 жылдары, ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар тізіміне ескерткіштер, Қожа Ахмет Яссауи мавзолейі 2003 жылы, Тамғалы археологиялық ландшафт, петрографтар 2004 жылы, ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұрасына негізген құндылықтар, көпұлттылық 12 ел, өтінім бойынша Наурыз мерекесі 2016 жыл, қазақтың ұлттық ойыны асық ату ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұра тізіміне енгізілді 2017 жыл. Ұйымға кірудің Қазақстан үшін маңызды тарихи орындарға өте бай, рухани, жан дүниесі, салт дәстүрі, әдеп ғұрпымен атсалысқан қазақтың ұлттық әлемге танытуы, сонымен қатар халықаралық деңгейде қорғауға мүмкіндік беруі. Сондықтан әлем бойынша салмағы басым бұл ұйымға еліміздің кіруі өте маңызды. Бесінші тапсырма бойынша әлемдік кеңістікке кірудің қазақстандық мәдениетке әсерін төмендегі салалар бойынша түсіндіреміз. Қазақстандық кинематографияны әлемдік деңгейге көтеру мақсатында жыл сайын Алматы фильм фестивалі атты әлемдік кино жұлдыздарының қатысуымен фестиваль өткізеді. Театр өнер саласында қазақстандық өнер орталықтарында әлемдік деңгейдегі қойылымдар қойылып, еліміздің театрлар орталықтары әлемдік гастрольдерге шығып, әлемдік деңгейде қазақстандық мәдениеттің ерекшеліктерін көрсетеді. Қалааралық деңгейдегі ән сайыстарында Қазақстан атын шығарған Димаш Құдайберген мен Жанар Дұғалова сынды әншілерін атап өтуге болады. Сонымен қатар әлемдік музыка жанрлары отандық ән өнеріне өзіндік өзгерістер әкеліп жатқанын айтып өтуге болады. Қазақ бейнелеу өнерінің дамуына Ғалымбаева, Смайылова, Телжанов, Кембаев, Мәмбеев, Жүсіпов, Романов, Степанов, Шаяхметов, Әжиев тағы да басқа суретшілердің тақырыптық картиналарын үлес қосты.